Hello, you are welcome to our channel. Ағылшын тілін нөлден бастап оқып үйрену атты курсының бүгін 7-ші сабағы. Бүгін өте өзекті тақырып, актуалды тақырып ағылшын тілін сөйлейтіндерге, үйренушілерге. Неге айтайын ба? Байқайсыздар ма? Кейде A әрпі әртүрлі оқылады. Жалпы дауысты дыбыстар әртүрлі оқылады. Мысалы, name, немесе fan, немесе hair. Байқадыңыздар ма? A болып оқылып кетті. Бүгін бұл адасуды тоқтатамыз. Бүгін біз нақты оның нүктесін қоямыз. Дауысты дыбыс қай кезде A, қай кезде қай кезде қай кезде ұзақ R болып оқылатын. Значит, ағылшын тілінде 6 дауысты дыбыс болатын болса, соның бірінші ең алғашқы біз әріпті оқитын боламыз. Білесіздер, ағылшын тілінде сөздер буынға бөлінеді. Кез келген тілде. Былай айталық, иә? Буындардың екі түрі бар ағылшын тілінде. Ашық буын және жабық буын. Иә? Ашық буындар олар дауысты дыбыстармен аяқталады екен. Ашық буындар. Ал жабық буындар олар дауыссыз дыбыстармен аяқталады екен. Білесіздер оны? Сабақтың басында айтып өткенбіз, иә? Ал кеттік. Дауысты дыбыстардың оқудың оның 4 типі бар екен. Ұмытпайық, біз осы сабақта қарастыратын боламыз. Ең бірінші A әрпін. A дауысты дыбысын оқу ережелері. Қарап тұрсаңыздар, A әрпінің бірінші тип, 2, 3, 4 тип қарастырамыз. Бірінші типінде ашық буын деп қарастырамыз. Жаңа айттық, 2 буын бар дедік. Және 3-ші, 4-ші менде таныстырам. Оның атаулары жоқ. Мен өзім бұлай қойып алғам. Аттарын өзім қойып алғам, қазір бөлісетін боламын. Ашық буын A болып оқылады. Ал I әрпі сөздің соңында оқылмайды, үнсіз болады. Мысалы, name. Менің қазір beginner тобым бар. Бұл әріпті өтпегеніміз олармен name деп оқиды. На самом деле ережесін білмегенде әрине солай оқиды бала. Иә? Ешқандай әріпті былай айтқанда ренжітпей. Оқимыз қалай? Ашық буында name. Көрдіңіздер ғой? Соңғы әріп дауысты дыбысқа бітіп тұр. Сондықтан бұл жерде A болып оқылады екен. Name. Соңғы әріп оқылмайды. Бұл бірінші тип ашық буын. Plain. Соңғы әріп оқылмайды. Және ашық буын болып тұр. A болып оқылады. Ал енді кеттік. Жабық буында A әріпінің дыбысы болып оқылады екен. Қараңыз, қазақ тіліне ұқсас, бірақ қазақ тіліндегідей әтеш дегенде емес. Тіл артқа қарай кетіп қалмайды. Кішкене ортада тұрады тіл. Hat. Мен hat деп тұрған жоқ, иә? Hat. Кішкене орыс тіліндегі әге де ұқсайды. Hat. Plan деген секілді. Үшінші типіне келейік. Қараңыздар, достар, үшінші типіне. A және R. Мен өзім қойып алғам. R дауыссыз деп. R әрпінен кейін ештеңе болмайды, немесе R әрпінен кейін дауыссыз әріп келеді. Жалпы, осындай жағдайда бұл үшінші типке келеді. Ол R дауыссыз деп аталады. Ол кезде A әрпі ұзақ A болып айтылады. Білесіздер, 2 нүкте ол ұзақ A-ны білдіреді. Сонда far. Последний даже R оқылмайды. Far. Мына жерде транскрипциясы дұрыс емес, оныкі park. Park технический қате кетіп қапты, иә? Park. Келесі 4-ші тип. R дауысты деп қойып алғанмын. Өтен кейін R әрпінен кейін дауысты дыбыс келеді. Ондай жағдайда эя деп оқимыз. Heya, қоян, heya, немесе raya, сирек, иә? Raya деген секілді. Кеттік, келесі. Ал енді осыған байланысты практика жасап көрейік, иә, достар? A әрпі нақты. Білесіздер, менің видео сабағымда көрген кезде алдымызда не болу керек? Дәптер және ручка. Түртіп алыңыздар. A әрпі бірінші буын типтері, білесіздер, 4 типі бар дедік. Және A әрпінің оқылу типі бірінші типте оқылады A. Мысалы, make. Келесі. Мынау транскрипциясы. Екіншісі
болып оқылады. Екінші типі. Bad. Плохой деген сөз, е? Келесі, үшіншісі, ұзақ болып оқылады. Мысалы, far. Төртінші типі, эя, спея. Көрдіңіздер ма? Жалпы дауысты дыбыстардың қанша типі бар десек, 4 тип. Әрпі қалай оқылады десек, ашық буынды жабық буынды ар дауысы да ұзақ ар. Және ар дауысты да эя болып оқылады екен. Міне көрдіңіздер ме, сіздер міне 4 дыбыспен қазір таныстыңыздар және 4 типпен таныстыңыздар әрпінің. Ал кеттік, әрі қарай жалғастырамыз сонда. Ал қазір жаттығу жасап көрейік. Дауысы дыбыстың оқу типін көрсету керек. 1 ма, 2 ма, 3 па, немесе 4-ші типпе. Және транскрипцияда бос орындарда біз жазып шығуымыз керек. Дыбыстармен толтыруымыз керек. Мен қазір шыға қойайын, өйткені біз жазуымыз керек. Қазір видеоны тоқтатып қойып, өзіңіз жазыңыз. Одан кейін барып, тексеріп көріңіз. Ал қазір бірге орындайық онда. Blame. Яғни бұл әрпі ғой, blame. Сондықтан ол бірінші типке жатады екен, не? Бірге. Ал оның транскрипциясы қалай? Бірден жаза кетейік мына жерге. Blame. Мен дайындап қойғам, сразу жаза салайын, сіздердің уақыттарыңызды алмай. Blame. Міне. Болып оқылады, сондықтан бірінші типке жатады екен. Міне, сразу мынаны көшіріп алсаңыздар болады өздеріңізге. Мынаны, міне. Болып оқылғаннан кейін мен не дедім? Бірінші тип дедім. Келесі, екіншісі. Кея. Ар дауысты. Қараңыз, дауыстар бітіп тұр. Ардан кейін дауысты бітіп тұр. Значит, ол бізде 4-ші тип, және оның оқылуы кея екен. Забота жасау, қамқорлық жасау. Міне, кея. Келесі, date. Қайталап, қандай буын мынау? Қараңыз, ашық буын, өйткені әрпіне дауысты бітіп тұр. Date. Және ол бізде не болады? Бірінші тип болады екен. Date. Оның жазылуы, дұрыс жазылуы міне бұлай болады екен. Date. Келесі, feya. Қараңызшы, ар әрпіне дауысты дыбыс тұр. Значит, ол қандай бізде? 4-ші тип, ар дауысты деп айтамыз. Feya деп оқимыз. Feya. Feya. Келесі, flat. Қараңызшы, қандай бұл? Дауысыға бітіп тұр. Flat. Значит, ол болып оқылып тұр. Ол бізде нешінші? 2-ші тип екен. Ал енді транскрипциясын жазайық. Қалай оқылады? Flat. Келесі, hat. Қараңыз, жабық буын дауысыға бітіп тұр. Значит, болып оқылады, ол бізде 2-ші тип. Міндетті түрде типтерді жаттап алыңыздар. 1-ші тип ол 2-ші тип жабық буын 3-ші тип ол ар дауыссыз, 4-ші тип ар дауысты. Өте оңай, достар, 4 тип. Ал енді had дегендің біз қазір сіздермен бірге транскрипциясын жазатын боламыз. Ол бізде былай, had. Келесі, hard. Нешінші тип? Қараңыз, ар әрпіне дауысты дыбыстар. Hard. Ол бізде неш? Ар дауыссыз получается. 3-ші тип екен, өйткені ар дауыссыз болып тұр. Ұзақ ар болады, hard. Келесі, name. Қараңыздар, ашық буын, өйткені әрпіне дауыстыға бітіп тұр. Ол бізде қалай ашық буын? Ол ашық буын 1-ші буын, және оның оқылуы сонда name болды. Келесі, park. Қараңыз, ардан кейін дауысы тұр. Бізде ар дауыссыз. Нешінші тип ар дауыссыз? Ол бізде 3-ші тип екен. Park. Айтылмайды, имейте в виду. Бұл британский акцент, произношение. Park. Келесі, start. То же самое. Ардан кейін дауысы дыбыс тұр. Сондықтан ол бізде ар дауыссыз 3-ші тип. Start. Бастау. Сіздер де мен бірге жазып отырыңыздар. Келесі, tram. Әрпі дауыссызға бітіп тұр.
Бізде нешінші тип? Екінші тип, иә? Tram. Міне, достар, осымен қазір біз сіздермен бірге тапсырманы орындадық. Міне, мен ойлаймын, сіздер енді кез келген сөздің транскрипциясын жаза аласыздар. Біраз дыбыстармен таныстыңыздар. Білесіздер, ағылшын тілінде 44 дыбыс бар ғой. Иә? Соны білу арқылы мінекей сіздер уже транскрипциялай аласыздар. Және де уже сөздердің типтерін білдіңіздер. Ей әрпінің ашық, жабық, және де дауыссыз, ар дауыссыз, ар дауысты деп. Жарайсыздар. Ал кеттік онда сіздермен бірге әрі қарай жалғастырамыз. Ей әрпі бар сөздерді жабық буында оқу керек. Ал кеттік онда. Емес. Am, as, and, has, sad, dad, can, bad, hat, map, cat, clap, lamp, stamp, tram, stand, hand, land, plan. Достар, негізі сіздің уровеньдеріңіз қандай екен маңызды емес. Өйткені қайталап айтамын, бұл фонетикалық ағылшын тілінің дыбыстары болғандықтан, бұл сіздердің мектепте оқысаңыз да, программада болмауы мүмкін, универде оқысаңыз да, иә, сіздің жасыңыз маңызды емес, сіз қандай деңгейде екеніңіз маңызды емес. Бірақ бұл сабақтың өтуді мен сізге ұсынар едім. Сол кезде сіз сөздікте кез келген сөзді дұрыс оқи аласыздар, первый момент. Второй момент, кез келген сөздің транскрипциялай аласыздар. Үшінші момент, сіздер уже дұрыс оқи аласыздар, уверенно оқи аласыздар сөздердің барлығын. Окей? Келесі екінші жаттығу, ей әрпі бар сөздерді ашық буында оқу керек. Білесіздер, иә? Ашық буын деген дауысты дыбысқа бітеді, ал соңы и әрпі ол оқылмайды, үнсіз болады екен. Age, page, cage, face, place, space, name, came, game, date, gate, late, take, make, bake. Енді ең соңындағы сөз ол have, бұл ережеге бағынбай оқылады екен, have. Ал кеттік келесі үшінші жаттығу. Бұл жерде ашық және жабық буындарға әріптері дұрыс оқып, салыстыруымыз керек. Мысалы, біріншісі әуі оқылады, pan, pain, Sam, same, man, main. Біріншісі жабық буын екіншісі ашық буын оқып тұр. Енді әрі қарай mad, made, glad, glade, had, hate. Ал енді сізде стоп қойыңыз. Әр жаттығудан кейін стоп қойыңыз, өзіңіз тағы бір рет қайталап шығыңыз, окей? Өзіңізді дағдыландырыңыз сол нәрсеге. Келесі үшіншісі, бұл үшінші типтегі ей әрпінің буындағы сөздерді оқу. Әріптердің тіркесуі ар әрпі оқылмайды. Ей және ар екеуі қосылып, мен жаңа айтып өттім, ар әрпі оқылмайды. Мен фар деп айтпаймын да уже. Раны айтпаймын тіпті. Айтпаймын. Ұзақ айтам аны. Far, arm, farm, car, card, garden, star, start, art, bar, large, cupboard. Ал сіздерді стоп қойып қайталаңыз. Ал кеттік онда жаттығу 5. Енді төртінші типтегі ей әріпі бар сөздерді оқимыз. Ол қалай? Эя болып оқылады. Meya, heya, steya, sheya, feya және keya. Ал енді барлық типтегі сөздерді салыстырамыз. Мына жерде салыстыра оқимыз. Алдымен көлденеңнен оқып шығайық, содан кейін тігінен оқып практика жасаймыз. Made, steak, shake. Ей, келесі жабық буын mat, stack, shack. Ар дауыссыз mar, star, shark. Ар дауысты төртінші тип эя, meya, steya, sheya. Енді қазір көлденеңнен оқыдық, енді тігінен оқиық жазығынан. Made, mad, mar, mayor. Steak, stack, star, stair. Shake, shack, shark, share. Ал кеттік онда. Бұл бізде соңғы тапсырма болды. Мен ойлаймын, сіздерге бұл сабақ өте пайдалы болды деп, өйткені бүгін біз дауысты дыбыстардың 4 типін қарастырдық ей әрпінің. Енді біз келесі 8-ші сабақта
келесі дауысты дыбыстың оқуын 4 типін қарастыратын боламыз. Сіздермен бірге болған Ақтар Бейсенбайқызы. Келесі уақытта кездескенше. Goodbye!